Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабақтың тақырыбы заманауи музыкалық жанрлар, стильдер. Оқулықта 54-ші бет, 12-ші сабақ. Сабақты мақсаты тыңдаған музыкалық шығарманы талдау және өнердің түрлерін, стилін, жанрларын, сонымен қатар өнердің өзге түрлерімен байланысын анықтау. Сабақта музыканың заманауи стильдерімен, рок-н-ролл, рок-музыка, хип-хоп және оның түрлерімен танысамыз. Әйгілі орындаушылар мен топтар туралы білеміз. Заманауи стильде жазылған музыканы тыңдаймыз. Бүгінгі сабақта рок-н-ролл, хип-хоп және электрондық музыка жайлы талқылаймыз. Рок-н-ролл ағылшынша rock and roll немесе rock and roll тербел және сырғана. 20 ғасырдың ортасында Америка құрама штаттарында таралған танымал музыканың стилі болып табылады. Ритм and блюз және кантри секілді афроамериканды және ақ жанрлардың қосындысынан пайда болды. Рок-н-роллдың ерекшелігі айқын ырғақ пен ашық еркін орындау. Рок-н-ролл үшін 4/4 өлшем бірлігі сай келеді. Электрогитара, контрабас, соқпалы музыкалық аспаптар, фортепиано және саксофон осы жанрда ойналатын дәстүрлі аспаптар. Рок-н-ролл америкалық музыканың түрлі стильдерінің қосындысынан пайда болды. 1950 жылдары америкалық музыканттар ритм and блюз, буги-вуги, кантри және госпел жанрларын араластырып, жаңа әуендер шығара бастады. Билл Хейли өзінің кантри, джаз және буги-вуги жанрларында құралған ырғақты әндерінде афроамерикандық сленгтер мен буги-вуги ырғақтарын қолданды. Рок-н-роллдың көрнекті өкілі Элвис Пресли. Оны рок-н-ролл патшасы деп атайды. Оның шығармашылығы бүкіл әлем жастарына зор әсер етті. Келесі тыңдайтын шығармамыз Элвис Преслидің Blue Eyed Choice әнінің үзіндісі. Well, it's a one for the money, two for the soul. To get ready now, don't cat, don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do anything on my blue suede shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slamming my name all over the place. Рок-н-ролл терминінің пайда болу тарихы. Рок-н-ролл терминінің Кливленд қаласының күшті диск жокейі Алан Флинт енгізді деп есептелінеді. Ол сол кезеңдегі ақш-тың консервативті қоғамындағы тойтарысқа қарамастан жаңа музыканың өркендеуіне үлкен үлесін тигізді. Рок-н-ролл қазіргі заманғы танымал әндердің ең алғашқы стилі болып табылады. Бұл жанрда ақ пен афроамериканды орындаушылар бір-бірімен тең болатын еді. Осының арқасында сол кездерде болған нәсілдік кемсітушілік азайды. Осы жанрда жазылған әндерден басқа ерте рок-н-ролл орындаушылары халық әндерін, ескі блюз, кантри және джаз композицияларын рок-н-роллдық стильде орындайтын еді. Келесі тыңдайтын шығармамыз The Beatles тобының Yesterday әнінің үзіндісі. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday, Sunday. 1960 жылдардың басында рок-н-ролл твист музыкалық бағытының қалыптасуына негіз болды. 60 жылдары британдық The Beatles және The Rolling Stones топтары рок-н-роллға жаңа серпіліс әкелді. Содан кейін жалпы рок термині қолданыла бастады. Электрондық музыка. Электрондық музыка ағылшынша electronic music. Электрондық музыка аспаптары көмегімен жасалатын кең мағынадағы музыка жанры. Бөлек жанр ретінде 20 ғасырдың орта тұсында түзілген саланың қазіргі кездегі түрлері ондап саналады. Бұл музыка электрондық технологиялар мен электромеханикалық аспаптар қолдану нәтижесінде түзіледі. Мұндай аспаптарға телармониум, Хаммонд органы және электрогитараны жатқызуға болады. Таза электрондық дыбыс термин вокс, синтезатор, яғни компьютер қолдану арқылы шығарылады. Телармониум және динамофон 1897 жылы Тедеус Кейхи салған алғашқы электрик музыкалық аспаптардың бірі. Ондағы дыбыстық жиіліктің электрлік сигналы 145 арнайы динамик машинаның көмегімен жасалды және рупылық дауыс зорайтқыштардың көмегімен ойнатылды, немесе жазылым арқылы абоненттерге телефон желісі арқылы берілді. Алайда құрылғы телефон желілеріне айтарлықтай жүктеме жасады және қатты кедергілерге әкелді.
Барлық осындай үш құрал салынды. Телармониум дыбысының аддитивті синтезін қолданды. Бұл электрооргандарының соның ішінде Хэммонд органы. Хэммонд органы 1935 жылы сәуірде Лоуренс Хэммонд жобалаған және салған электромеханикалық музыкалық аспап. Бастапқыда Хэммонд органдары шіркеулерге, үрмелі органдарға арзан балама ретінде сатылды. Бірақ құрал блюз, джаз, рок, сондай-ақ госпелде жиі қолданылды. Хэммонд органы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде және соғыстан кейінгі жылдары ақш әскери ансамбльдерінде кеңінен таралды. Акустикалық ғылымда Хэммонд органы музыкалық тембрдің ерекшелігін зерттеу үшін пайдаланылды. Хип-хоп музыкасы, сондай-ақ рэп музыка. 1970 жылдары Нью-Йорктегі Бронкстың кейде аудандарында тұратын ақшта африкалық американдықтар мен испандықтар жасаған танымал музыкалық жанры. Хип-хоп музыкасы стильдерген ырғақты музыкадан тұрады. Оны әдетте рэп, ырғақты және рифмалық сөйлеу сүйемелдейді. Хип-хоп музыкалық жанр және мәдениет ретінде 1970 жылдары Нью-Йоркте, әсіресе Бронкте тұратын африкалық-америкалық жастар арасында аудандық партиялар танымал бола бастаған кезде пайда болды. Аудандық кештерде диджейлер мен әндердің брейктерін ойнады. Екі винил ойнатқышы мен диджей араластырғышын пайдаланып, бір жазбаның екі көшірмесіне брейктерді бір-бірлеп ауыстырып, үзілісті көбейте алды. КСР-дағы ең танымал твистер «Лучший город земли» орындаған Муслим Магомаев, «Песенка о медведях» орындаған Айда Видишева, «Черный кот» орындаған Тамара Минасарова, «Ты мне вчера сказала» орындаған Полат Бülbüloğlu әндерін тыңда. Сұрақтар мен тапсырмалар. Рок-н-ролл ұғымына анықтама бер. Рок-музыка деген не? Электрондық технология және құралдардың көмегімен шығарылған музыка қалай аталады? Рэп деген не? Өзің туралы рэп стилінде өлең шығарып көр. Назарларыңызға рахмет.